қошемет еш нәрсе емес. Шапалақ мынандай болады. Ардақтайдар, қазір енді ортаға бүгін той егесі Сакен ағамды шақырған кезде бәріміз түгел қыздан тұрып шапалақ ұрайықшы. Әйелінің көзінше бір мәз болмасын. Кәс қой! Ladies and gentlemen, бокс, самбо, күрес, ол спорттардың ешқайсысына қатыспаған бүгінгі тойдың иесі өздеріңіздің құрмет қошеметтеріңізбен Сәкен ағамды шақырыңыз! Орнымыздан тұрайық, қошемет тұрайық! Сәкен байғаған шығарсың. Әпкем шығыңызды бәрі отырып шапалақ ұрды. Сіз шығып едіңіз, тұрып шапалақ ұрды. Не үшін деп ойлайсыз? Құрметі ғой маған деген. Ой, бәлі! Не үшін деп ойлайсыз? Сөйлей ма? Не үшін деп ойлайсыз? Жастар үшін. Не үшін деп ойлайсыз? Мен үшін ғой қалай? Мен попросить етім тұрып шапалақ ұрыңдар деп. Бақыт ашып қақпасын, мәңгі бақи жаппасын. Бәле жала сіздерді із-ізінде таппасын. Екеуіңізден туған перзенттерді тектіден туған деп күллі қазақ мақтасын. Мақтасын деп мен де бір тілек білдірейін. Той құтты болсын да деп, қуаныш құтты болсын. Ардақтайындар, бүгінгі той егелерінің өздеріңізге жайған дастарханы қалай болыпты? Бір бағасын беріп қойыңыздаршы. Ешкім еш нәрсе жемеген ба деймін? Сәкен аға сұраңызшы, ағайын көңіл күй қалай деп. Ағайын көңіл күй қалай? Осы жерде отырасыз. Райхан әпке сұраңызшы, ағайын, мен жайған дастархан ұнады ма деп сұраңыз. Ағайын, мен жайған дастархан ұнады ма? мен жайған дастархан ұнады ма? Как будто бәрін өз дайындаған ұқсап тұр ғой. Сразу айтайын, мен бір дайын дастархан. Дайын дастархан. Бидей, жалпы бап ауысат, ұрыс шығысат деген. Осы той бізге де жұғысты болсын деп, сыйлап, қуанып келгендер болса, орнымыздан тік тұрайықшы. Қуанып келгендер, сыйлап келгендер, орнымыздан тік тұрайық, дастарханның басынан. Мен қазір бір ән айтамын. Егер бүгінгі той егелерінің тұздан шынымен көңілден шыққан болса, орнымыздан тұрып, екі қолды жоғары көтеріп шапалақ ұрамыз. Кім қолын көтермейді, қолтығы жыртық. Ал сіздер билеп тұрасыздар. Келістік қой. Ардақты ағайындар, бүгінгі той егелерінің өздеріңізге жайған дастарханы қалай болыпты? Естілмейді! Келген халық мықтырақ, шапалақтап тік тұрады. Менің өлең шырқайын, қол соғамыз қаттырақ. Көшіне де қасыңа, өлең шиен осында. Нағашылар келіп тұр, коллективтер осында. Қошеме! Тойдың көрдің ашасың, ойыса сен атасың. Той жасаған бүгінде Сәкен ағам жасасын. Ақшалдықты анасың, немерені бағасың. Той жасаған бүгінде Райхан әпкем жасасын.
күліп жүрміз. Түрлеріңізге қарап сөзді ұмытып қалып жатырмын ғой. Жақ тұрыңыздар. Bir сұрақ қояйын. Жалпы отан дастандарыңызға қанша жыл болды? 28 жыл. 28 жыл, дұрыс па? Осы 28 жылда Алланың берген қанша перзенті бар? Алланың берген 3 ұл 1 қызы бар ғой. 4. Машалла, Аллах тағала сол перзенттердің қызығын көріп, немере шөбіре шөпшектің қолынан бал жалау бақыты бұйырсын тілек білдірейін. Үлкені кім? Мұстафа. Екіншісі? Мырза. Үшіншісі? Айбике. Төртіншісі? Өтебай. Өтебай. Біріншісі туған күні қашан? 21 қыркүйек. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Екіншісі? Мынау үшін қатына қарап қапты ғой. Араласама бала шағасы мен. Екіншісі туған күні? Августтың 12-сі ма? Дұрыс па? Үшіншісі? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Той құтты болсын. Райхан әпкем туған күні қашан? 1 сентябрь. Дұрыс па? Дұрыс. Басқа Райхан әпкем білмесінші ұрып өлтіреді. Неғып ұмытасың менікін дейді ғой. Жалпы осы мырза кімнің баласы, кімдікі? Бұл енді таза мамасының баласы. Мырза кімдікі? Папасының баласы. Мырза кімдікі? Екеуміздікі. Екеуіңіздікі бәсе, сөйтіп айтсаңыздар. Мен қазір келіннен сұрап берейін, мырза кімдікі екенін. Иә. Келінжан, өзің айта қойшы. Бүгіннен бастап, мырза кімдікі? Менікі. Балаларым, салам алейкум. Қайықтаған жүр. Мырза, жаным, кел ой ортаға. Баяғыдай жүре бер мырза. Мырза, бүгін кімнің тойы болып жатыр? Мен тойым. Қандай тойың болып жатыр? Үйлену тойым. Кімге үйленіп жатсың? Кімге үйленіп жатсың? Біз арыз бен кешегі білдім. Ал бесенің ғана. Бұдан кейін. Келінжан, сіз папа маманың қасына бара беріңіздер. Мырза, Мырза, бүгін сенің шаттанатын күнің, бүгін сенің қуанатын күнің, солай ма? Қазір билейік, папа маманың қасына, келіншегінің қасына бір жақсылық билеп барайықшы. Бола ма? Сенің асқақтау әкең мен ақшауылтал аман осындай салтанат сарай. Сен үшін дөңгелетіп той жасап жатыр. Бір қуанып билеп барайық, бола ма? Билектен сүйсен бола ма дейміз? Же? Қош өбе! Ұнады ма? Ұнады. Сағады бір жүріңізші. Бір мастер-класс көрсетіңізші. Қайтып билеу керген көрсетіңіз, иә? Осы жерден келе беріңіз, а? Әпшелінің басына, келінің басына жақсы. Мастер-класс, иә? Сәкен ағама қошемет бар ма? Келінің алдында көп билемеңіз. Көрдің ғой, е? Жақсы билеп бар, е? Сен алып тұрмасың ғой? Сен бап бір нәрсе берің деп тұр. Бер! Оңдерсіңі! Ұнады ма? Ұнады. Ұнаса да, ұнамаса да бары сол ғой енді. Одан артық қайық табармыз. Сәкен аға, оң жақты аламыз ба, сол жақты аламыз ба? Қай жақты аламыз? Оң жақ.
сол жақ. Сол жақ тұрып алыңыз. Райхан әпке оң жақ құтты болсын. Мырза, папа жақ, мама жақ. Достар, мәбет өрт қара, сол үшін оң жақ. Мамасының баласы бар. Сразу айтайын, түнде ұйықтайтын кезде агуша жейтін әлі күнге дейін. Қай жаққа барасың? Папа жаққа. Мына өлетін жерін білмей тұр ғой әлі. Тұрып ал. Келін не үшін атасын таңдады десеңіздер айтайын. Бұл екісі де бір адамнан зәбір көреді. Келінжан, егер мырза бір нәрсе десе, папаға айтып бер, мойнын бұрап жұлып алады. Егер мамаң бір нәрсе десе, папаң бұл кезде еш нәрсе істей алмай қалады. Сразу айтайын. Екі жақ жарысамыз, қазір ойын болады, ешқандай қиындығы жоқ, ешкімді кекетіп бұғатпаймыз. Оң жақ анасы мен баласының командасы. Наны қараңдар, ей. Сол жақ атасы мен келіннің командасы. Допинг ішіп аласыздар ма? Бәріміз не қыстыр. Ана сыйлықтарды ортаға алып келейікші. Сый-сипаттарды ортаға алып келейік. Ардақтайындар, бүгінгі той иелерінің атынан өздеріңізге дайындаған аз ғана сый-сипаты бар. Енді соны өздеріңізге үлестіріп, таратып беретін боламыз. Жаным, сен деген бір реанимацияға адам атып отқан ұқсап келіп отырсыңдар осындар. Осы жерге қоя салыңыздар. Сәкен аға, мынаны ұстаңыз. Тоқтаңыз. Қасына мынаны ұстаңыз. Және де мынаны ұстаңыз. Және мынаны ұстаңыз. Райхан әпке, келin. Ойбайдан мырзаның баласы үстіндеп тойына жететін подарок ғой. Мына жерді айналайын ау. Баласынан аямапты еш нәрсе. Мынаны ұстаңыз. Мынаны ұстаңыз. Қазір екеулеріңізді командаларыңызға жіберемін. Билеп барасыздар. Сіздер үшін ең көңілді, ең позитивный қай стол болады, сол столға береміз қонақтарға. Орнынан тұрып кете ма, столдың үстіне шығып кете ма, бір-бірін шашып жуып белка тығып ала ма, өздері біледі. Ең көңілді дастарханға береміз, түсінікті ғой. Жібер! болған деген шынымен дұрысынан түсінген мынау бала. Не деген жігіттер мынау. Мырза, келе ғой. Келші. Ана төр жаққа қарашы. Ана төр жаққа қарашы. Кімді көрдіңіз? Кім ол кісілер, саған кім болады? Қайын жұртым. Берсі енді барды соларға. Жібер! Билетіп жібер, билетіп. Мәсеп бағанағы бір келі көзбен құмықтып жатыр екен бұл кісілер. Ойын болсын, ешқандай қиындығы жоқ, ешкімді кегеп бұғатпаймыз ағайындар. Бар болғаны назарды экранға салып отырасыздар, бір сурет шығады. Жалпылама айтқанда күнделікті тойда айтылатын тілектер. Сол суретте тілек жасырылған. Тапсаңыздар, қол көтересіздер, ортаға билеп келесіздер, сыйлықты аласыздар, кетесіздер. Түсінікті ғой. Мен ойынды бастамас бұрын көңіл күйлеріңізді тексеріп алайын, шыннан микрофон реттеңіздер, болмаса лақтыра салайын.
көңіл күйлеріңіз бір тексеріп алайыншы. Бүгінгі тойда ең көңілді, ең позитивный қайсы ол? Болмайды. Сәкен ағам айтты. Баламнан аяйтын еш нәрсем жоқ деді. Бүгінгі ойынның бас жүлдесі 50.000 теңге деді. Басынан көрейік. Бүгінгі тойда ең көңілді, ең позитивный қайсы ол? Келіңші ортаға билеп. 1, 2, 3, иді! Шашымыздың бәрін алып сақалып қойып ағасы ма не қасаға? Кім боламыз? Сәкеннің досы. Сәкеннің досы. Ағама фен бар ма? Фен берейінші мына жерде. Фен жоқ па? Ағамнан берейін. Жайғасыңыз аға. Тағыр бастарынай ма әлде жасын. Аға әзіл ғой. Назар қылы тегіраңға саламыз. Алғашқы тілек жібер. Өте оңай тілек көп біледі. Келіс, төрдегі, келіс, қойды. Iya. Айналғанда салқын болған шығар сізге. Кім боламыз? Арзан жеңгесі. Жеңгесі қандай тілек? Бір жастықта қартайыңыздар. Тамаша. Önde duruz. Жайғасып алыңыз. Келесі іште. Күнде қалай тілек, өте оңай тілек. Күнделікті тойда айтылады. Кел, құдалар жақтан біреу жібер. Кім боламыз? Құдаңыздың достары. Құданың достары күшті. Қандай тілек? Қарт бар үйдің қазынасы бар. Қарт бар үйдің. Ойбай, адамда қанаға шүкіршілік деген нәрсе болады ғой. Қарт бар үйдің Қазынасы бар. дұрыс емес, отырып алыңыз. Кім біледі? Өте оңай тілек. Келіңіз, әпке. Иді! Құрсын көңіл көтеріміз деп тамлини көтеріп әйнапке. Кім боламыз? Жеңгесі болам. Жеңгесі қандай тілек? Шаңырақ биік болсын. Молодец! Не деген логика? Дұрыс емес. Отырып алыңыз. Келіңіз, білесіз ба? Тоқта, құлағым айтыңыз. Кім біледі? Аға, билеттіңіз ортаға. Құрысы, мына кісіге бір нәрселеге қорғасын бұл. Төбеңнен қойып қалса бәле ғой. Келіңіз аға. Кім боламыз? Нағашысы. Нағашысы. Қандай тілек? Би болсын, би болмаса да би күтетін үй болсын. Би болса, би болмаса да би түсетін үй болсын. Өте дұрыс. Аға келіңіз аға. Аға. Аға, боқтамай кетсеңізші. Маған қарап шешең дейміз. Келесі ішіне. О, кім біледі? Өте оңай тілек. Кім біледі? Өте оңай тілек. Кім, кәсіп шалған. Iya. Тез кеңші сағат 11:30 болды. Кім боламыз?
інісі Сәкен ағам. Сәкен ағаның інісі қандай тілек? Бас екеу болмай, мал көп емес. Бас екеу болмай, Мал көп емес. ана жерде қанша мал тұр? Бас екеу болмай, Мал кім айтады сол өзекші? Бас екеу болмай, Мал көбейеді. бас екеу болмай. Дұрыс қой, бас екеу болмай. Төртеу түгел. Мал төртеу болмайды. Осы нәрсе мына қайдан шықты? мынау қайдан шықты? Біреудің нанына шағыласып отыр. Бас екеу болмай, Мал төртеу болмайды. наконец-то! Мысалға, інісі, иә? Інісі, иә? Мына өзіңіздің құрметіңізге. Және қатты күлмеңізші. Ана қатты күлсеңіз, мен құсап көзіңіз көрінбей қалады екен сіздерде. Келесі жібер. О, мынау тілек, көріңіздер. Өте оңай тілек, бәрі айтады бұл тілекті. Кім біледі? Кім? Келіңіз, қара көйлек, кел, қара көйлек. Тез келгеніңізге қуаныштымыз әпке. Кім боламыз? Нағашы жеңгесі. Нағашы жеңгесі. Қандай тілек? Өйлешкенше бөлеш. Молодец, оны піше беріңіз әпке. Дұрыс емес. Жайғасып алыңыз. Кім біледі, өте оңай тілек қой. Қызыл көйлек, кел. Достары, қандай тілек? Екі жарты бір бүтін болды. Екі жарты бір бүтін! Өте дұрыс! Өзіңіздің құрметіңізге бір сұрақ қояйын, өте оңай сұрақ, мұқият ойланып жауап беріңіз. Есіміңіз кім? Омекен. Дұрыс! Дұрыс жоқ, мен қайдан білем ол кісінің білмеймін ба? Мысалы қарап тұрсаңыз, сіздің атыңыз кім? Өзінің атын білмейді, ужас! Келесі жібер. Келесі. О, мынау тілекті үлкен ата-апаларымыз көп айтады. Өте оңай тілек. Кім біледі? Өте оңай тілек. Кім біледі? Кел, мейлі орнаға. Кім боламыз? Мырзаның досы боламын. Мырзаның досы. Қандай тілек? Жолдарың ашық болсын. Оттама. Жақсы демал болмады. Дұрыс емес. Салатсыз. Қайық кетпейсіз. Бір нәрсе алыңыздар ма, кел. Мырзаның достары, есімің? Нұржігіт болады. Нұржігіт. Арұса кел ойыңыздар. Бір андай құрбыларыңыз или бауырлы жақтан біреу бар ма? Түрі онша емес, шустрый биге мықты. Өз-өзін әдем санайды. Кім бар? Араласыз ба, танисыз ба негізі? Кел жатырға. Кім? Нақсы билетмесін жауабы мен айтсам бола ма? Айт. Давай, жауап бер. Давай, бар, ортада билік білгенде білсіңдерші, бар. Жібер! Есіміңіз кім? Диле. Жауабын айтшы, Макс. Жауабы біздің жолымызды берсін. Біздің жолымызды берсін, өте дұрыс. Макс, ала қой. Жоқ, манты бар алсақ бола ма? Манты бар керек еді. Үйде манты бар жоқ. Жоқ, неше қай? Манты бар алсақ болады, жоқ? Манты бар керек болады, осы айтқанда. Болмаса үйге басқа істеңізші, әкел. Бұны берлік. Жоқ, бұны берсеңші, қазір
Макс, сен нанасай. Жаным отыр, жаным. Мына бала тойдан кейін пакетке сап бершеңдер маған. Келіңіз, Дилеханым. Кім боламыз? Жеңгесі. Ойынның шарты екі әнге билейміз. Кім ұтады мантабарқын алады. Ұтылған адам үйіне қайтады. Дастарханнан анамнан ешнәрсе алмайды. Билек көрейік. Бәрі сізге берем ғой, ойынның қысыңшы. Сізге берем ана бір шәйнек біреу. Түсініп қой, қандай ән қойсын? Лебой. Қандай ән қойсын? Өзбекше. Қандай ән? Өзбекше. Жіберсіз бір Лебой біреу жібер. Мен басына бір алды. Шақыршы бір шыстың биге мықты достарын шақыр. Кім? Есімің? Нұрдәулет. Жалпы шарды түсініп қой, я? Илепке сделай. Жібер! Оқтың ашты. Не рұқма деймеңді, қазір қайтар жіберем бәріңді. Жібер! Шыстыры биге мықты біреу шақыршы. Алихан қайсы? На точно билей ма? 556 коваль 4 баллон істесіп бетін срочно шақырыңыз. На точно билей ма? Билет жесті ма? Если билет отылып баратсаңыз, бір демеңіз болды. Жібер. Кел. Екінші ән. Шашын жыл қолына бер. Жібер. Стоп! Тоқты сен билемейді, сен қуып кетіп басын, ше? Атап үлгер амай аты. Сіз бірінші билеп үлгер барыңыз, кейін өзі жеке береді, я? Жібер. Кімді шақырамыз? Айдос, Бердиев Айдос. Бердиев Айдос қайсысы? Нақсы ма? Я, Айдос. Айдос мастер-класстың көбесін көрсетеді. Райхан әпкемден бір құрбылар кім бар? Коллектив Шустри, биге мықты. Райхан әпке келіңіз, күшті шашыңыз күшті кәсістің. Ана, милировный дейтін бет бұндайды. Блондинка да? Екі әнге билейміз. Екі әнге билейміз. Түсініп қой, ұтқан адам подарка алады, я? Жаным, жібер! Ақнұр кластасы қайсы? Ақнұр кластасы! Күшті! Сіз қамшының сәуде қысқа ғана екенсіз ғой әпке. Қасында тұрмаңызшы.
мына екеуін мен екі саусағым ұқсап тұр ғой. Ақнұр әпке шарты түсінікті ғой, иә? Жібер. Стоп! Айдос аға, сіздің мына биіңізді ешкім көрген жоқ. Бұдан кейін билейсің ба десе, билемеймін деңіз, жаным оқылаңыз. Шақырыңыз кім бар? Жәнібек Жәнібек қайсысы? Нұридинович. Жәнібек Нұридинович деген қайсысы? Жәнібек аға бар ма? Мына кісі ма? Мына кісі. Түсініп қой шартаға, иә? Алысырақ билеңіз. Ана жақын билесеңіз көлеңкі болып қалады. Иә? Жібер. Шаршама тек шаршама, аяқ талса да, жұлқынып бір билейік, шаншыға ортада, шаршамай, стоп! Жолыңыз болсын. Шақырыңыз кім бар? Көршілерден бір келіншек. Көршілер қайсыда? Көршілер қай столда отыр? Тойға келді олар? Көршілер бар ма? Көршілер мынандай болса. Жаным, қатарынан 4 ай ораза ұстағыз ба? Қалай өзі? Үйде соғып жейсіздер ма? Бірінде системамен бір нәрсе алсаңызшы. Көрші, иә? Бұл көрші деген халықты айтайын сіздерге. Мал сойсаң, көкшығынан бұрын жетіп келемін. Алыстағы ағайыннан, жақындағы көршің артық деген. Есіміңіз? Жанар. Жәке, сделай. Вообще сізді мен билетті ойлаған жоқпын ғой мен әпке. Екінші шешушән жібер тез. Алдынан көрдіңіздер ғой сіздер. Мен артынан көрдім, осы басқара. Ана Жәкең биі неге ұқсайды дейсіздер ма? Ана вулкатицаларда бит батуттар тұрады ғой, тура сол сияқты. Ақтыр әпке. Кішті системаны бір нәрсе алыңыз, Жәкең. Мықтысыз, легендарсыз. Достарына шақыр десіз. Қыздардан шақырайыншы. Балдардан. Балдардан бар ма? Балдардан Мейірхан. Мейірхан бар ма? Қыздардан. Шұғла жиен бар ма? Қыздардан. Машалла. Есімің кім еді? Мейірхан. Не болды? Стартта отырған адам сатпырсың солайға. Осындай ана тигровый көйлек киген қыздар ұнайды. Болмаса кимеген қыздар ұнайды маған әпке. Жібер! Көзіме көрінбесін. Шақыр. Шықпет. Арман! Денеңнен бұрын құлағың бірінші көрініп ойналайын ау. Түсінікті ғой, шұғылар? Давай. Жібер.
күшті билейсің деп негізі күшті билейсің. А? Олар саған план ұстаған ғой просто. Вообще. Жібер екінші. Поддержка форма! Итахияли. Отырма. Ұста, екіншісін ұста. Шақыр, кім тез? Кім бар? Достарың, бөлілер кім бар? Нағашылар кім бар? Ерсұлтан. Ерсұлтан бар ма? Қайсы Ерсұлтан? Мынаның түрі кімге ұқсайды? Ауыл бәйдеріне ұқсайды ғой мұна. Мынаның түрі хан таманаға ұқсайды. Сен қандай қоя? Жібер! Жоқ, есімі кім еді? Ерсұлтан. Ерсұлтан, ана манта бар керек болса, әшейін былай-ақ беремін деген саған сонышы. Ол ішіне бүйтетін нәрсе емес ол. На қызың билесі татады екен өзі. Құдайым беріп тұр ғой сенің Ерсұлтан. Жігіт екінші әнді. Шыңдан қаяғына қарап отырсыз? Ұстан, үйден отырған бағасын беріңіздер. Өлі тұқызын шайтылайында. Ерсұлтан жеңдіңдер қошымен тұрыңыздар. Сатылаған. Ойнама. Шұғыла! Настайды. Кім жеңді? Достық жеңді. Әйеліне қаратты. Достық жеңді деді. Екеуі тең. Шешушан болсын ол не? Шешушан болсын маға. Тағы қырақсы кеп атыр маға. Соңғы шешуші ән инге болады. Сіз қашасыз сізді қуат. Қуып кетіп жүк қама бірақ. Жарай ма? Жен! Қошымен! Сөйтеді де Джимми ұйқысынан тұрады. Беті қолын жұмады. Дәрет алады. Сөйтеді де өзінің ғашығы шоғыланы іздеуге шығады. Айда! Sen mаған тұрмысқа шығасың ба? Жоқ! Келсе бер қарай. Жоқ! Есінен жайлап кете беріңіз. Сөйтеді да Джимми қайғырады. Шоғыла, мен сені жақсы көремін. Дейді да Джимми өледі. Сол кімдір шоғыла келеді. Қандай адам еді, қарызы бар ма еді десек бәйле қойын. Отыр кет. Ауыз билахмина шайтанирражим. Жаңбыр жауар, аумин деген шықпыр алды. Жаңбыр жауар себелеп. Гүлге қонар көбелек. Жұрттың байы тірі жүр ғой. Неге өлдің сүбелек.
Айта саған іші. Қолсап қойыңыздар. Кім жеңді? Шұғыла, бала. достық Біреуі, екеуі біреуі. Кім жеңді? бірдей ғой Шұғыла или Ерсұлтан кім жеңді? құдаша Шұғыла кім жеңді? Шұғылаш. Әмма өзінің мнениесі жоқ. Әйелі шұғыла десе, шұғыла деді. Кел, әйелің қасына тұр. Мына жаққа тұр, кел. Кім жеңді? Ерсұлтан. Кім жеңді? О, сенмен ерегіс басталды. Әйеліңе қара. Екі қолыңмен бетіне ұста. Екі қолыңмен бетіне ұста. Жаным де, Москваны көрсетейін ба де. Жаным де, баспен бұрыр енді. Мырза, кім жеңді? Шұғыла. Қазақстан Республикасының бетке ұстар подкаблуы анықталды. Бұл неғып жаңа папасының қасына барған десең, екеуі де салам алейкум. Екеуі де жеңіске лайықты. Шұғылағын қайсысын аласыз? Либой, матабар қалың сонда. Ерсұлтан, шынымен жүйрексіз. Тейғасы барыңыз. Рахмет, назарды тегранға салсаңыздар, бізден 3 сыйлық қалды. Қала атауларын жасыратын боламыз. Bir сурет шығады. Сол суретте қала атаулары жасырылған. Түсінікті ғой. Тапсаңыздар, қол көтеріңіздер, билеп келесіздер, сыйлықты аласыздар, кетесіздер. Түсінікті ғой, ал, жібер. Дайын болса, назарды мұқият тегранға салып отырсаңыздар. О, кім біледі қай қала? Кім біледі өте оңай қала? Кел, билеп. Кім боламыз? Нағашы, е? Қандай қала? Балқаш, тамаша. Өзіңіздің құрметіңізге бір сұрақ қойайын, өте оңай сұрақ, мұқият ойланып жауап беріңіз. Мынау не? Дұрыс емес, бұл дейтін нәрсе. Жайғасып алыңыз. Келесі. Қай қала? Өте оңай қала. Кел. Көшеде кеваттан жерінен кіресе қасып қалайсың. Кім боламыз? Достары, қай қала? Алматы дейсі, қай қала? Бап дейміз. Өзіңіздің құрметіңізге. Бірсіңдер, көк басыңыздар ұса. Келесі жер. Қай қала? Құбай қала. Келесі жер, келесі қала. Қай қала? Кім біледі өте оңай қала? Жаңа өзі жаным келе ғой. Жаңа өзі дейді. Кім боласың? Айша. Кім? Айша. Сәкен ата қызсың ба сен? Жаным, бір жайғаса ғой. Рахмет, енді ардақтайдар, құрметті қонақтар, мәртебелі меймандар, бұл беріліп жатқан сый-сияпатымыз үйлеріңізге барып кілем болып ілінбесе де, тойдан қайтқандай болып, той шығысқандай болсын деген ниет. Енді біріңізге ауыр, біріңізге қаттырақ айтып қойсақ, алдарыңызда басымыз иіп кешірім сұраймыз, той кешірім деп ұғыныңыздар. Өмірлеріңіз болсын гүл көктем, өздеріңізге деген құрметпен Ерлан Асаба, Шымкент